Езілмейді. 12 қатарда. Мына жерде де маған 22 миллион ақшаны берді. 84'te атамыз. 84 жаста. Бұған не дәріс аламын? Ешқандай дәріс аламын. Қорықпай жей бер. Мынаған малдың ақшаны алып алам. Одан кейін өлшеп беремін. Мына бір тепесадан 9 миллион алдым. Мына кісілерді қараңыздар міне 84'те жер тапты қазір. Осындай кісілерді көрсету керек қой. Мына ойыншық дейсіз бе? Мына ойыншық. Неге? Енді айтып жоқтықтан істеп жүрмін ғой енді. Мені қолдайтын, қорғайтын, ақыл беретін, өзің сияқты мұғалім жоқ тәрбиелейтін. Енді көрейік ойыншығыңызды. Мынау теплицалар салынып тұрған беді жоқ, өзіңіз нөлден салдыңыз ба? Мынаны мен бір тиын істемей жоқ, мына жер қалың шөптің ортасы болатын. Қалың шөп болатын, да? 2016-да октябрьдің 16-сында шерілдім. Күздің күні. Күздің күні. Сол уақытта сол жылы бір жағынан салып болды, қазір ұзындығы 100 метрден 11 тепесі. Келер жылы 8 маусымда 17-нің августы осы 11-дің бәрін өстіріп салған ақшаны алып болдым. Бір жылдың ішінде? Негізгі агроном жағынан біліміңіз жоқ қой бұлай енді? Теориялық, практикадан тек қана, да? Осы мынаны сіздер тептесі дейсіздер ма? Соны істеудің алдында қолыма күрек ұстаған адам емес бұл. Негізгі мамандығыңыз өзіңіздің? Негізгі мамандығым менің темір жолшы. Темір жолшы, да? Мына Қытайда істедіңіз, да? Қытайдың темір жолында осы мына достық темір жолын салғанда бүткіл Қытай жағынан жалғыз қазақ мен. Бұрынғы темір жолдың бастықтары Совет өкіметі ыдырамай тұрған уақытта көп жасарып болды. Одан кейін Есенгердің Нигметшин келді. Одан кейін Омаров, одан кейін ақырына келгенде Карим Көкірекбай. Мен соғынға шейін коллеге осы. Қытай жағынан, да? Қытай жағынан. Осы жолды салған уақытта мен еңбек көрсеткен мен. Елге қашан келдіңіз? Елге мен 97-жылы пенсияға шықтым Қытай жағынан. Ертеге келдіңіз. Содан кейін бұл жаққа келіп, қазақтарға еңбек істейін дедім. Не істейін дедім? Қазақтарға бір еңбек көрсетейін енді. Мен Қытайда еңбек көрсеткен адам. Еліме де бе? Еліме. Енді қазағыма еңбегім көрсетейін. Пенсияға шықтым. О жақтағы еліме де рахмет. Осынға шейін айыма $1000 пенсиямды береді. Әлі беріп тұр. Кемпірімді алады $1000 беріп тұр. О, еңбегім ғой, бермесе қалай болады. Помидорлардың неменесі бір ме бәрінің? Жоқ, оқшымайды. Мынау бір түрі. Міне мыналардың қазір ең үлкені екеуі 1 килограмм. Анау күні ең үлкені 570 грамм шықты. Қазір әлі пыса қойған жоқ, помидор жүзе қойған жоқсыздар. Жүзіп әкелді? Пісіп жатырмын. Қазір күніне 4 тонна, 3 тонна. Жылына неше рет өнім аласыз помидор? Бір-ақ рет. Жылына бір рет, да? Қиярдан да? Қиярдан да бір-ақ рет. Семенаны қайдан аласыз? Семена дегенмен. Ұрық. Қытайдан әкеледі. Алматыда жоқ па? Алматыда бұл ұрық жоқ. Топырақ саламыз ба? Мынандай қып. Одан кейін мынаға шашамыз. Бұл бір 4 күннен кейін ақырын шығады. Соны өстіріп мынандай болғаннан кейін оны алып стаканға саламыз. Кәдімгі стақан ғой. Мынаға топырақ саламыз. Мынандай қып отырып. Топырақ салғанда мынаған қойдың көңін, бір күрек қойдың көңі, 3 күрек топырақты араластырып мынаға қоямыз. Одан кейін бағана жерге егіп алдық қой. Мынандай болғанда оны әкеп мынаның барлығына отырғызамыз. Ол стаканнан одан кейін оны апарып падон дейміз ғой. Мына сияқты. Солардың үстіне қойып, жан-жағына меш от жағамыз да, соны өстіре береміз. Ана ішіне қойып қойды, да? Ана ішіне қойып.
Стаканның ішінде өсіп тұрады. стакан өсіп тұрады. Оны өте өз баптап қоя берсең бек болып жығылып қалады, күл ашып кетеді. Одан өнім жақсы шықпайды. Соны температурамен қарап отырып, Өсуін бақылап отыру керек бала қой. сияқты. Қатты өсіріп те жібермей. Қатты өсіп бермей. Өспей қалса тағы болмай қалады. Технология ғой енді. Мынаның ұзындығы қанша бұның? Мынаның ұзындығы 100 метр. Міне мынада былай санай берсең болды, 5 болады. Суарғанын көрейікші қалай. Мынаған немені шығын көп кетеді ғой да, шлангылар тастап қойса. Ол әгіне тамшылаты ғой. Шығын көп кетпейді. Оған мен үлгерем, биыл соны істеймін. Мына үлгермегенін жасап жатсыз ғой. Қанша уақыт суғарасыздар? Қайсына? Айына неше рет? Айына қарамаймыз. Қарап жүреміз да қандай уақытта суаратынын білеміз. Мөлшермен аптасына бір рет па? Күннің ыстық суға, желдің соғуына байланысты. Соғуына байланысты. 6 қатарда тоқтатамыз міне. 6 қатар бересіз, де? Сонда бойы болмаса кете береді, өрім шықпай қалады. Сіз 1.70-пен тоқтатып отырсыз ба қаншамен? Оған 1.70 қара, мен мынау санап мынадан бар ғой, 6 қатар болғанда мына жерін өсірмей жұтсаңыз, міне бәрін жұтса ғой міне. Санасаң бәрі. Бір түптен қанша килограмм? Бір түптен мынаны жақсы шығарса 7-10 килограмм шығады. Сіздікі қанша беріп отырсыз? Мен қазір 4-5 килограмм шығады. 4-5 килограмм. Бұлай 7-10 килограмм, да? Міне мыналар осы міне. Мынау бір түрі. Үлкен. Мынау бычы сердце ма? Жоқ. Басқа. Міне. Аты не деп аталады бұны? Бұны мына жақта розовый дейді. Әзір өскеменге кетіп жатыр. Олар айтады екен, неме дейді? Малина дейді. Малиновка, розовый. Мына жақта барып тастаймыз, өспейді. Осының бәріне еңбек күші керек. Мынаны әзір келіп ана жерге апарып таңертең. Ертең қызарып күн ыстық болса және істейміз. Күнде теріп отырасыз күн сайын, Қанша жыл үйрендіңіз осыны? Кім ұстазыңыз кім осы теплица өсіруден еткен? Ұстазым мен бір Қытайды көрдім да. О мына жаман Қытай істеп жатқанда мен қазақ істей алмайын ба? Адам жасағанда. Қытайдан ба? Жоқ, осы жерде келіп істеп жатты. Қанша уақыт қасында жүрдіңіз ба біраз? Ой, оны өзім бар ғой, сатып алдым. Кімді? Қытайды? Қытайдың өзін. Ана жерін өзі 2 Қытай келіп істеп деген, олар я тіл білмейді, я сататын жерді білмейді. Сен мынадан қиналма. Ақшаңды мен берейін дедім де Қытайды. Ішкен, жеген, тамақ, ары бері самолет, паспорт, прописка, темекісін шейін беріп. Сен істе. Осында? Осында. Соны ол мені әке деді, мақұл дедім. 1 жыл істеп берді ғой? 1 жыл емес. 5 жыл істеді мені. 5 жыл істеді, кейін ол мені неткеннен кейін, енді бәрін айта берсем болмайды. Үлкен біреу, ойбай, аға мынаны біздің патшамыз көрсін, деп маған қонақ қылып, басыма қазақша шапанын кигізіп алып барды. Істетіп ақыры, көз қызарып. Қытайды сатып алды. Мен апармадым, мен істетпен ғой. Енді бірлесіп істетеміз. Мына жерде де маған 22 миллион ақшаны берді. Теплицаны салып, 22 миллион ақшаны алып, теплицаны салып, Қытайым менен өзім чалқар бәріміз істеп 22 миллион ақшаны санап беріп, енді ар жағына бөлсеміз ғой пайданы. Шырамады. Қай жерден oldu ол? Басқа осы Алматының бір жерінен ғой, да? Алматының Ұзынағашта. Содан кейін? Содан кейін қарасам, олардан маған пайда жоқ. Ана олар бастық қой. Ана Қытайға ары бері жүре беруге еркін паспортын істеп берді. Оны ешкім қуаламайды, ешкім тексермейді. Қытайда оған сатылды. Соны мен істеп жатқан, мен тәрбиелеген барлық 20 шақты адаммен бірақ соған кетті. Содан кейін осында келіп нөлден бастаңыз қайтадан? Содан кейін Қытайға кеттім да, қайтадан ақшаны алып осы жерге нөлден бастадым. Мысалы мындай. Өскеменге шейін барғанша біз мынау үшін халықты ойлауымыз керек. Кейбіреулер алдап сату үшін азамырақ дүкен алып қойып, оларға жезіліп кетеді. Мен мынаны машинеге 10-12 қатар езілмейді. 12 қатарда. Соның үшін халыққа сенім өту үшін осыны істеу керек. Мынаны кішкене қызғылт қылып жинап аласыз ғой да, жеткенше пісіп барады, да? Жоқ, ана жаққа барғанда қызарады ғой. Бүгін алған мұны, ертең қыз болып шығады. Кеше бір күнде мұнадан мына жаққа кетті 6 тонна.
Кеше Өскеменге кетті, 2 тонна, Алтын Ордаға кетті, 3,5 тонна. Өскеменнен өздерге бәкет жатыр ғой. Таныс кемдіктер бар, ақшасын береді. Енді олар Алдын ала беріп қоян, 1 ай 2 ай бұрын. жоқ, келген уақытта өздері кеше мына өлшейді. Мына қолыма алдыма ақшаны алып аламын, одан кейін өлшеп беремін. Бүгінге шағын кетеді. Неше күннен кейін мынау сатуға қызар болады? Ертең сатуға болады. Ертең 1-2 күннің ішінде жетіледі, да? Неше сорт бар помидордың, неше сорты? 2 сорт. Біреу жаңағы розовый. Екеуі розовый. Екеуі розовый болғанда берге, мына. Біреу ерте піса ма? Біреу мына сияқты. Мына көрдің мынау? Мынау 10 күн тұрса бұзылмайды. Теріс қалың, да? Теріс қабығы қалың. Әзір Өскеменде осыны таласып алып жатыр. Енді біреу жұқалады. Бағанағыны жердегі. Мына дөңгелек мына. Мына көрдің? Біраз жұмсақ болды. Мынаны неге алады, сонда көп алады? Бұны үйде қойып қойып тұра береді депайлады ғой. Жоқ, Өскеменге барғанша 1-2 күн кетеді. Одан кейін сатады. Соның үшін мынаны мен биыл әкелген ұрық. Әзір осыны тарасып алып жатыр. Мынау 10 күн, мынау жұмсағы неше күнге? Жұмсағы 1-2 күні қып-қызыл болады да. Оның да дәмі оқшаш, бәрі солай манина. Бірақ енді халықты ойлағанда бұл алысқа жету үшін, да? Алысқа жету үшін. Бұзылмайды. Транспортабельный дейді. Иә. Соның кейін отход аз шығады ғой. Отход аз шығады. Тура. Негізгі өзі теплицаның помидордікі жылына неше өнім алу керек, егер керемет идеальный болғанда? 2 рет бола ма? 2 рет па, 3 рет па? 2 рет алу, 3 рет алмайсың. Қиярды? Қиярды 2 рет, 3 рет алуға. Сіз 2 рет алғанға неге кедергі болып? Мен өмірі теплицаның качество бермейді. Қысқа суық кезінде сен айта алмайды. Болмаса мен әзір 6 айда бұны арасы өткізсем, оны өстіріп, 11 ай, 12 айға алуға болады. Сіз қазір мынаны қашан ектіңіз? Бұны 2 айда не дейсіңдер? Ақпан. Ақпанның 23-інде жерге өстік. Қаншасында? 23-інде. Наурыз ғой. Наурыздың басы сияқты. Ақпанның аяғы 23-і. Мына қызанақ, мына помидор қашан бітеді? Енді сіз қашан? Менкі бұны әзір есептеп отырым. Июльдің 20-сында бітсе де алып тастайын, бітпесе де алып тастайын. Оны даладағы помидор сол кезде пісіп бас. Оған кейін мен ақшамды қалтаға сап қаламын. Далада өскен. Мынау неге тесік? Төбесі? Тозды ғой. Тозды, да? Биыл бұны бұзып тұста беріліп басқа жер көшірем ғой. Алып жеддемін көрім. Дәрі саласыз ба? Қайсы? Бұған не дәрі салам? Ешқандай дәрі салмай, қорықпай жей бер. Алып жеңдер. Дәмі сондай жақсы. Мұнан кеше теріп кеттік. Алтын Ордаға кетті шалқарып. Bir gün durup үлкендерім алып жеңдер. Көріңдер бәлкім. Қарадан Ахметтер. Әзір осы күнде мысалы кеше... Дәмі жақсы, кәдімгі. Кеше теріп кетті. Ертең және тереміз. Енді көп шыққанда бір күнде айры күні 2 тонна осы бір теплицадан. 300. Үлкендерім алып жей беріңдер. Немене? Такой натуральный немене дәмі. Удобрение қосасыз ба? Қойдың көңі. Анда химия жоқ па? Ешқандай. Қандай химия енді? Қайдан білемін? Селитра дейді. Селитра бар. Анау Өзбекстанда шыққан, онан кейін Ресейде шыққан. Ол керек селитра. Қазір баға қанша болып тұр? Кешегі баға килограммы мен оптовый берем ғой. Олар қалай сатады оны білмеймін. Алдыңында 120 теңге, кеше 140 теңге килограммы. Қанша ай береді сонда бастан бастағанда? Бастан бастағанда оны мысалы 9-шы айға сібіртім өткен жылы 8-шы айға шыққан бір теплицадан 9 миллион алдым. Жо, неше сонда нешінші айда бастап берді? Марттың аяғында. Марттың аяғында берді. Сәуір, мамыр, маусым, шілде. Мен августта кеттім Қытайға. Қалған өзі балалар сата ма, жей ма? 4 ай берді ме сонда? 4 ай. Айына қанша береді сонда? Айына былай есептейікші, күніне орта есеппен 500 килограмм болса 4 айда... Күніне 500 килограмм бір теплицадан да жүзелі ме? Сонда есепте. 4 айда 120 күн. 60 тонна. 60 тонна енді ондай шықпайды ғой, бұзылары. 40 тонна, 45 тонна шығады. 40-45 тонна. Мынаны шығыста
теплица, бірақ онда жылылық керек қой мысалы. Мына Өскемен жақта өсіру үшін мынандай немене. Өскеменде де өсіру керек. Семейде де өсіру керек. Сіз бірақ жылытпайсыз үшін. Мына ішіне жылу бермейсіз ғой. Жылу берем ғой. Көктемде бересіз бе? Көктемде февральда. Биылдың өзінде мен 270 тонна көмір жақтым. Мына мен жағам ғой. Аха. Көмірді Мұнаға станциясына кіремін. пеш бар ғой мына жерде. Пеш бар. Соңғы қолмен нетіп отырады. Қолмен етіп отырады. Шындығында қанша уақыт үйреніп шығуға болады жаңа Қытайдың технологиясын? Мынаны ма? Жоқ, сол мына өсіруді, жаңа егуді, бәрін. Bir жыл менің қасымда жүрсе, Болды, үйреніп шығады. бұны бар ғой, айтқанмен үйрене алмайды. Істемесе. Істемесе. Оны кейін әзір маған бар ғой, күнде келеді адамдар. Енді мен оларға Менің жарнамам шыққан сенің жарнамың шыққан бар ғой, кеше де келді, ақшасы бар адамдар. Ата бізбен істеші, үйде бар, бізде пападан да өсек, мен өз дүниемді істеп, елге барып не қыламын. Мен енді мынаны бәрін үйретем. Мектеп ашу керек десіңе. Тура. Мектеп ашу керек. Мен айттым. Әзір айттым, мен мектеп ашу керек. Әр жерде бар ғой. 5-тен ондан әрбір аймаққа салу керек. Әзір мені Маңғыстауды шақырып жатыр. Самолеттен келіңіз бір қонақпен мен жерімде әзір су да бар. Мектеп ашамыз. Мен негізгі неменем сол балық мектебін, осы мына көкөніс мектебін ашу. Мынау бір ойыншық бұл. Ойыншық. Сенім ашатынасы басқа Қазақстан біз байытуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Шынымен мына ағамыздың үлкен тәжірибесі, үлкен жүрегі, шынында мына 81-дегі ақсақал осыны істеп отырса, кез келген қазақ істейді. Шындығында қазақта жер бар, су бар, еңбек істей алады қазақ, сондай жалқау емес. Тек көзін көрсетсе болды ғой. Мына қазір турникке тартылғанын көресіңдер, айналайын ағайындар. Мына кісінің 84-ке келді, медициналық карточкасы жоқ. Өмірі бір укол алмаған, больницаға бір күн жатпаған. Міне өмір сүруді осы аталарымыздан үйрену керек. Біз анау бір Европадан, Америкадан, Жапондан емес. Мына кісілерді қараңыздар, міне 84-те жер тартып тұр қазір. Негізгі кәсіппен айналысатын адамға қатар спортпен міндетті түрде айналысу керек. Өйткені дені сау адамның жаны сау болады. Адам ойлану үшін дені сау болу керек. Бір, екіншісі адамға рух керек. Міне 81 жастағы атамыздың күш қайратын байқайық. Көрсетіп жүріңіз аға. Жоқ, еді бұл үлгі болу үшін, жоқ, жастарға үлгі болу үшін аға. Міне, мен ана тауға алып шығам жастарды. 30 жастағы шалдар мен 30-дағы кемпірлер деп айтам. Міне 81 жас. Мен ана тауларда жүрдімше. Аха. Мен тауларда жүрген уақытта сен жоқсың. Мына тауларда. Мен анау Алматының арт жағында мен шықпаған чоқы жоқ. Аха. Неше жастасыз ол кезде? Ол уақытта мен 70-тен асқан уақытым ғой бертін. Атамыз мұнда тек қана қызана қосырмайды, арасында спортпен айналысады. Мына жастарға жеке басымен үлгі. Мен бүйтіп айтам аға. Жеке басының үлгісімен тәрбиелеу ол керемет тәсіл емес. Ол жалғыз тәсіл деп. Мысалы, темек тартпайды, арақ ішпейді, таңертең ерте тұрады, спортпен айналысады. Онан кейін басқалар қарайды да үлгі алады. 2010-да неменеге бардым ғой. Алматыдан Астанаға. Бересейттен. Жалғыз ба? Ана гайлер нетіп отырды. Жолда қорғап отырды. Анан кейін балам келген, қызым немерелерім олар машинамен тамағымды, чатырымды алып отырды. 6 күнде бардым. 6 күн. Сонда 200 километр ма? 200 километр ойнап отырдым. Балқаш арқылы дейді. Балқаш арқылы. 2007-де Міне жігіттер, қайсыларың Алматыдан Астанаға 6 күнде велосипедпен барасыңдар. Негізгі барлық адамда ондай күш қуат бар, бірақ сол ұйықтап отыр ғой. Адам картесі аяқтан кетеді. Соның үшін аяғың мықты болса бәрі болады. Мына созып тұрасыз, да? Мына танамызды созасың ол міне. 84-те атамыз, 84 жаста. Міне көп телеканалдан небір отырып бос әңгіме айтатын кісілерді көрсетеді. Осындай кісілерді көрсету керек қой. Осыдан әрген 100 істеймін. 100 істейсіз бе? Бір дегенде де? Жоқ, бөліп, да? Жүгіресіз бе? Аптасына қанша рет жүгіресіз бе?
Азыр мен осы бағана жүр ғой. Жеу бар, жеуге жеу. Енді қыста бос қалғанда ол енді менің қазір мына жерде әр күн жүргендер мына да бар. Заң көрсетейін. 11 мың қадам, 15 мың қадам, 10 мың қадам, 14 мың, 22 мың қадам, 9 мың, 10 мың, 12 мың, 16 мың, 15 мың. Орта есеппен күніне сонда бұл кісі бір 11-12 километр кемінде жаяу. Бұл өмірдің сапасы, өмірдің ұзақтығы емес, сапасы да жақсы болады. Сапасы да жақсы болу керек. Өмірдің сапасы. Менің ақырғы мақсатым бар ғой. Осы денсаулықты қазақтарға үйрету. Бұл байға да керек, кедейге де керек. Саған керек қой. Менің әр адамның өзінің алдында бір үйренетін адам болу керек. Дүниедегі ең мүскіл өскен Шварценеггер дейсіңдер ма? Иә. Мен ақыры сонымен бәстесуім керек. Қалай көрсетіңізші. Өмірдің сапасы, качество жизни. Жақсы. Осындай қазыналы ақсақалдарымызды тұрған кезде осы кісілердің ақылын тыңдасақ, жаман болмаймыз. Бұл кісілер өмір көрген, бұрынғы ақсақалдардың алдын көрген, тәжірибе көрген адамдар. Жастар үйренейік көп нәрсені. Мынау 10 күнге шыдаса, бұны кішкене бұдан да ертерек жылып ап, көк көзіне жылуға бола ма? Көкірек кезіне жылып ұзағыр. Чыдайды. Бір 10-15 күн шыдайды. Холодильник машина. Рефрижераторға салса. Қытайдан да келеді ғой. Қытайдан да келеді осы. Анау Ираннан да келеді. Не үшін біз Қазақстандікін өзін шығармаймыз? Дұрыс. Қазақстанға көкөністі шетелден сатып алу деген үлкен күнә, ұят қой. Ұят осындай жерде. Ертең күні көбейтіп, бұны шетелге шығаруымыз керек. Қытайдың өзіне шығаруымыз керек. Қытай дамып барады. Америка дамып барады. Біз қалай отырмыз? Біз дамып соларды ақылмен ба, ақшамен ба, осы күндегі ұрыспен, қарыспен ала алмайды ғой. Білекпен алатын заман, қарумен алатын заман өтті ғой. Ата бабамыздың аттың тұяғымен, найзаның ұшымен ол қалды ғой. Соның үшін бір ұлттың артына қалмау үшін бізге білім керек, ғылым керек, өнер керек. Қарты бар адамның қазынасы бар дейді. Қартың бар болса, қасыңда үйінде үлкен тау бар, төбесін шығып көретін дейді. Сондықтан осы аталарымыздың көзі тірісінде бойындағы бар қасиетті үйрену керек. Өмірге деген көзқарас, дұрыс өмір сүру салты, елге қызмет ету, кәсіппен айналысу. Бұл кісілердің осында келгендегі бірақ ниеті, маған үнемі телефон соғып, Ахмет, қазақты байытам деп жүрген бір азамат екесің, кел. Менің де ниетім сол, барымды, нәрімді осы үйреткім келеді. Көп адамдарға теплицасына кіргізбейді. Менің ұлан айтады да барып бірдеңе түсірейік десе, біреу көріп қояды деп. Ал бұл кісі айтып отыр, міне, келінсін, көрсін. Бірақ бұл кісіні жан-жаққа шақырады екен. Самолетпен алып кетейік, машинамен алып кетейік, бәріне барып жүруге уақыты жоқ. Алла қаласа үлкен мектеп ашамыз. Сол кезде бұл кісі тек ақша табуды ғана үйретпейді. Менде мектеп сол ғой, біз Алаштың идеясын елге қызмет істеу, дұрыс өмір сүру, спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, тіпті жүріп тұрудың өзі, дұрыс жүрмеген адамның тізесі ауырады, омыртқасы ауырады. Және де елдің экономикасы. Бұл кісі Американы аралаған, Қытайды аралаған, әлемді аралаған адам. Және де бұл кісінің қол астында 60 мың адам жұмыс істеген. Бүкіл Үрімжінің темір жолын басқарған адам. Көріңіздер, бұл өмір бойы бақша өсіру дегенді мүлде естіп көрмеген, жеп қана жүрген адам 80 жасқа келген кезде осындай нәрсені алып жасап кетсе, оны кез келген қазақ жасайды. Сондықтан Алла қаласа осы үлкен кісілерден үйренеміз. Бізбен бірге болыңыздар, каналды қарап жүріңіздер. Атамызға лайық қосып, өзіңіздің пікіріңізді білдіріп қойыңыздар. 80 жаста мен де осындай болам. Турникке тартылам, штанга көтерем, жұмыс істеймін деп өздеріңізге уәде беріңіздер.